Filmді көргеннен кейін мен сөйлемей отыра алмадым. Өйткені фильм көп нәрсені қоздырды, арды қоздырды, ұятты қоздырды, жауапкершілікті қоздырды. Ойлы кино екен. Мына балалардың, сіздердің вообще жалпы кинода эффекттен көрі, авариядан көрі, қуғыннан көрі, қадан көрі, мадан көрі, осындай адамның ішін іздегендеріңіз өте қонымды деп ойлаймын. Сіздер жаңа бастап жатыр екенсіздер. Жалпы бүгінгі қазақтың киносында ұлттық рухты, ұлттық бір тәрбиенің ерекшелігін, ұлттық бір діннің ерекшелігін, тазалықтың ерекшелігін, адами процесте қазақтың бір жомарт халық екенін көрсететін шығармалардың ішіндегі бір бастауы сияқты. Осындай біздің арымызға тиетін, намысымызға тиетін, ой салатын тақырып бар фильмдер көбірек болса екен дейміз. Өте бір детальдермен, өте бір сәтті көрсетіліп, жаңа адамның жүрегінің қылын тербететіндей, ана көзін жібітіп, жүрегін жібітіп, жаңа көңіл бостарды бір жастарын бір сыққызып алған не бір эпизодтар болды. Сондықтан осы эфирге дайындаған жігіттерге Денис Арман атынан алғысымызды білдіреміз. Біз дін апиын деген кезде дүниеге келіп, сонымен жүрген адам едік. Осы фильмнен кейін, осы фильм барысында, қызмет жұмыс барысында көп нәрсеге көзіміз ашылды. Алланың өзі рас, сөзі рас дейме Абай атам, Алланы қайтадан танығандай болды. Талай адамға, сабырға, өзін тыныштандыруға, ешкімді жазғырмауға шақыратын фильм. Жаңағы айтып тұрғаным, қазіргі қиын заманда сабыр керек адамға. Сабырға шақыратын фильм. Фильм өте сәтті шыққан, өте рухани байлыққа толы. Қазіргі жастарға керек бұндай қоғамға. Ерекше ұнағаны маған әке мен баланың тәрбиесі, ара қатынасы. Әкенің ашулы қабағы дейді ғой. Сол жерлер ұнады маған. Өте қазақи түсірілген, ауылдың иісі аңқып тұр. Жақсы, жігіттерге болашақта бұдан да үлкен табыстар тілеймін. Мынау Фаттах финанс компаниясына ұжымына біздің үлкен рахметіміз, алғысымыз бар. Және бұл біздің бір жобамыз, тағы да басқа жобаларымыз бар, егерде қолдайтын адамдар болатын болса. Сонымен қатар бұл жердегі біздің алдымызға қойған тағы бір мақсатымыз, көбінде отырамыз, төлегенде менде телеарнаны көреміз, кеше бір фильм көрдік, бүгін бір фильм көрдік, мынандай бір кісілер фильм түсіріпті, ел не деп жатыр. Бірақ елдің көбінің аңсағаны бір қазаққа бір рух беретін, патриоттық бір балалардың намысын оятатын. Сонымен қатар театрларға барайын десең, отбасымен барайын десең, көбінде бір ыңғайсыз жағдай, бара алмайсың. Балаң ертіп бара алмайсың, бір мультфильмдер ғана болмаса, жұбайыңды ертіп бара алмайсың. Сондықтан да бір осындай бір отбасымен көріп, ұялмай көретін бір фильм болсын деп, сол тәрбиені басты мақсат қылып қойдық та, қажылықты соның сюжеттің бір желісіне айналдырып. Біз енді бір өзіміздің негізгі мақсатымызды бір осы фильмнің бір деңгейіне жеткіземіз, бүкіл телеарналардан береміз деген ой болды. Бірақ бүкіл халық көріп, бұны неге кинопрокатқа бермейсіңдер деп, негізі ондай бізде жоспарымызда болмаған алғашқысында. Бірақ сол кісілердің сондай әңгіме айтуының өзі біздің алдымызға қойған мақсатты жеттік деп, сол елдің пікірменен сана қосып отырып айтатын болсақ, біз өзіміздің мақсатымызды фильм арқылы дәлелдеп шықтық қой деп ойлаймыз. Бұл фильм барлықтарыңызға ұнаған болар деп ойлаймын. Мұнда көпшілікке пайдалы тәрбиеге, имандылыққа байланысты мәселелер көтерілген. Осындай тамаша фильм түсірген жігіттерге рахмет айтамын. Және Алла қаласа, болашақта да бірігіп істей беретін боламыз.